Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз кинематика тақырыбында қозғалыс теңдеуіне қатысты есептер шығаратын боламыз. Мына есепке қарасақ, алдымен есептің берілгенін жазып алайық. X тең 4 минус 3t. Берілгенінде бізден сұрап тұр қозғалыс жылдамдығы мен бастапқы координата. Ең алдымен біз формуланы жазып алайық. X тең vt дейтін формула бар, және де бізде екінші формула бар. X тең x0 плюс минус vt дейтін. Енді бұл формула, яғни есептің берілгенмен сәйкес келіп тұр. Яғни біз тек қана формулаға қарай отырып, жауабын таба қоямыз. Міне бұл жерде бізде бастапқы жылдамдығымыз x0 тең 4-ке, ал v-мыз минус 3-ке. Бұл жерде бізде v жауабы, я? V жауабы мейлік. Ал оқушылар енді келесі есепке көшсек, бұл жерде бізде қозғалыс теңдеуі берілген, жазып алайық. X тең 15 минус 10t. Бұл жерде t бізде 5-ке тең, яғни t тең 5 секунд деп жазып аламыз. Бізде орын ауыстыру табу қажет, яғни x-ті табу. X тең 15 минус 10, бұл жерде t бізде 5 секунд. 5, x тең 15 минус 50 тең 35. Енді неге 35 метр шықты, неге минус 35 емес дейтін сұрақ туындаса, балалар бұл жерде орын ауыстырудың модулін сұрап тұр. Сондықтан жауабымыз бізде А жауабы 35 метр болады. Ал оқушылар келесі есеп бізде 2 қозғалыс теңдеуі жазып алайын. Қазір 10t, x тең 12 плюс 12t. Енді қараңыздар, денелердің кездесуге дейінгі орны мен уақыты деп тұр. Яғни қараңыздар, екі дене бір-біріне қарама-қарсы жүріп келе жатыр. Кездесетінді x деп және то уақыт аралығында кездеседі деп алайық. Біз енді не істейміз? Бұл екі x-ті дұрыс айтасыздар, теңестіреміз. 40 плюс 10t, 12 минус плюс 12t. Так, 12 мына жерге, 10t мына жерге келесі бетке шығарамыз. Бұл жерде бізде так болады 28 тең 2t. t тең 14-ке. Бұл өзде бұл жауап. Яғни бізде 14 секунд екеу. Ендеше балалар, біз t-ны екі теңдеудің біреуіне қоямыз. Ендеше қояйық. X тең 12 плюс 12 көбейтілген 14. Бұны біз калькуляторге салмасақ, болмайтын секілді. 12 көбейтілген 14, қосылған 12 тең 180. Бізде бұндай жауап бар ма? Иә. Е жауабы бізде 14 секунд және 180 метр деп жазылған. Осылайша оқушылар біз кинематика бөлімінің қозғалыс теңдеуіне есептер шығардық.